бірақ енді химия биология мамандығы болған соң бізге қызық болатын. Бізде зоология болса біз кетіп қалатынбыз, тауға барып шыбын шіркей ұстайтын тұғынбыз. Жаңағы ботаника деген сабақта біз гүлдерді гербарий жасайтын тұғынбыз. Тауда, таста жүретінбіз, осылай табиғатта біз көп жүретін тұғынбыз. Медеуге, Алмарасанға көп жаяу шығатынбыз. Сол ұнайтын бізге. Сонда табиғатқа шығасыздар, жаңағыдай жинайсыздар. Сонда жыланнан қорықпайсыз ба? Жоқ, жылан ұстаған емес біз. Болады ғой, табиғаттың аясында бір аңшыға келуі мүмкін, жылан шаға болуы мүмкін, шаян шаға болуы мүмкін. Біздің зоологиядан беретін апайымыз болды, оның дачасы болды. Сол дачада бәріміз жататынбыз. Бізді алып кететін сол дачаға. Сөйтіп 10 күн бойы жататынбыз. 10 күн бойы сол жерден жаңағы құрт құмырсқа бәрін алып, оны неге қатырып, сөйтіп жасаймыз. Одан басқа сабағымызды оқимыз, күнде лекция оқимыз, дайындаламыз, сол жерден экзаменіміз бәрін тапсыртатын тұғын. Сосын бәрі спальный мешок деген болатын бізде. Сондай киіп алып ұйықтайтынбыз кешке. Азында таңертең тұрған кезде біреуіміздің бетіміз не болады, зубный паста, бірдеңе солай сүйетпіз ғой бәрі баламыз. Солай жағып тастайтын тұғым. Сосын бір кровать болатын апайдың үйінде. Сол кроватьқа бәріміз таласатын тұғымыз.